Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бір илегеннен 4 пицца шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламыз. Суымыз бөлме температурасында болуы қажет. 350 грамм суымызға 10 грамм дрожжымыз саламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. 2 ас қасық шекерімізді саламыз. 40 грамм оливковый майымызды құямыз. Оливковый май болмаған жағдайда 40 грамм сұйық май қоса беруіңізге де болады. Алдын ала илектен өткізілген 700 грамм ұнымыз салып жақсылап бұлғап аламыз. Осылай қамырымыз қатты болып шығуы мүмкін, бірақ қорықпаңыздар, жайылғанда жақсы жайылады. Осылай илеп алған қамырымызды 1 сағатқа көтертуге жібереміз. Қамырымыз көтерілгенше пиццаның соусын үй жағдайында жасаймыз. 4-5 ас қасық томатымызға любой 4-5 ас қасық суымызды құямыз. Осылай шым-шым тұзымызды салып жақсылап бұлғаймыз. Прованский травы, базилик қоса беруіңізге де болады, бірақ орегано мен күшті шығады. Пиццамыз итальянский соустар сияқты. Дәмі өзгеше болады. 1 сағатқа холодильникке сала тұрамыз соусымызды. Қамырымыз көтерілді. Осылай қамырымызды өлшеп аламыз. Сосын теңге 4 бөлікке бөлеміз. Каждый граммы ровно болу керек. Сонда пиццамыз бір тегіс болып шығады. 33-35 диаметрлік болу керек. Осылай қолымызбен жаямыз, бортик әдемі болады. Сонда болмаса оқтаумен жайып алуыңызға да болады. Жандарын осылай бортик шығарып. Соусымызды жағып, дайын болған жайылған қамырларымызды бір шетке қоя тұрамыз. Бетіне салатын начинкаларымызды турап аламыз. Осылай самурауқұлақ, колбаса, помидор, тауық еті де болады. Тауық етін пісіріп аламыз суға. Пісіріп, осылай кесеміз. Осындай қызыл жуа да салуға болады, дәмі өзгеше болады. Сырымызды теркіден өткіземіз. Мен моцарелла премиум алдым. Моцарелла премиум вообще сырлары жақсы. Осылай жайып шығамыз сырларымызды. Дайын болған начинкаларымызды бетіне салып, 250-270 алдын ала қыздырылған пешімізге 250-270 градуста 7-10 минутта пісіріп аламыз пиццамызды. Осылай кесіп, мен басында сұйық май жағуға ұмытып кетіппін. Жандарына бортиктеріне сұйық май жақсаңыздар, әдемі жылтырлап, бортиктер жұмсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.